Ақшта колледж республикалық әлеуметтік педагогика жобасы аясында колледж кітапханасының бастамасымен өзім оқып шықтым. Саған да оқуға кеңес беремін атты кітап оқу сайысынан мен Д-11-20 топ студенті Исенбаев Тосымжан, ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор, қазақ даласының таратуға ілімі ұлы Абайдың жолымен жалғасқан, рухани тазарудың тәсілін көрсеткен, көреген көсем Шәкәрім Құдайбергенұлының шығармаларын жаңа мінезден аулақ болып, адами сезімді қастерлеу екендігі тәрбиелік маңызы басым екенін айта отырып, өзім сүйсіне оқитын ұлы тұлғаның өлеңдерімен сіздерге де оқуға кеңес беремін. Біріншіден, қазіргі таңда көп адамдар надан деген сөздің мағынасын ұқпайды. Надандық қайдан шығады? Надандық салақтықтан шығады. Салақтық қайдан шығады? Салақтық еріншектіктен шығады. Шәкәрім атамыз бұны еріншектен салақтық, салақтықтан надандық. Бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық. Еріншек таза жүре алмас, кірі қоңын жуалмас. Харекет жоқ, ғылым жоқ, өз бойынан ұялмас. Жүрейін десең дейді, алдыға қарай. Тұрғызар, төсекке мойын бұрғызар. Аналар да жүр ғой деп, біреуді мысал қылғызар дейді. Тұрайын десең, жатқызар, буынды сөйтіп қатқызар. Орынды іске кіргізбей, не болса соны шатқызар. Еріншектің ертеңі өтпес деген сөз бар. Біз көбінесе бүгінгі күнмен дәл қазіргі уақытпен емес, ертеңгі күнмен өмір сүреміз, немесе өткен шақпен өмір сүреміз. Ал ең дұрысы бүгінгі күнмен дәл қазіргі уақытпен өмір сүру. Біз көп жұмысты ертеңге қалдырамыз, ертең істейміз деп. Сөйтіп жүріп ертең қабірден бірақ шығамыз. Еріншектік ол бүкіл адамның бойында бар. Ең бастысы біз еріншекті бетке тануымыз керек және оны жеңе білуіміз керек. Осы талдаудан кейін барлықтарыңыз еріншек атты достарыңызбен толықтай танысып, онымен күресуге кірісесіздер деп үміттенемін.